Саламатсыздар ма? Бүгін бізде 7-ші сыныптың екінші сабағы, ол химия дегеніміз не, зат және қоспа дегеніміз не, соған тоқталатын боламыз. Ең алдымен химия дегеніміз не, соған тоқтала кетейік. Ол үшін алдымен мынандай мысалды мен айта кетейін. Ең алғашқы мысал тақтада не байқадық? Тақтада ағаш екінші жиілікте біз ағаштың жануын байқаймыз. Яғни неқта ағаш жанды. Яғни ағаштың не істеуі? Ағаштың жануы. Ағаш жанды, ағаш бастапқы күйде ол қатты зат етін, ал ағаш жанғаннан кейін неге айналып кетеді? Газға айналып кетеді. Ең алғашқы мысал бізде осы, яғни ағаштың жануы қатты күйден газ күйге ауысуы заттың. Екінші мысалда мына жақта бізде сүт. Мынау бізде сүт. Екінші бөлікте біз ашыған сүтті байқадық. Яғни демек бұл құбылысты мен сүттің ашуы деп атаймын. Сүттің ашуы. Бұл жақта бастапқында сүт етін, ал екінші В затында, яғни пайда болған В заты, ол бізде қышқыл. Яғни сүт ашып қышқылға айналып кетеді. Бұл бізде екінші мысал болып табылады. Енді осы екі мысалдың ішінен не байқадық? Алғашқы мысалда ағаш жанды, ол қатты етін. Қатты күйден ағаш газ күйіне ауысып кетті. Және бұл жақтағы айта кететін жайт, мынау газ қайтадан қатты боламайды. Яғни жанған ағаш қайтадан қалпына келе алмайды. Яғни мен X қойып қоямын. Мына жақта да сүт ашып кетті, және ол қышқылға айналып кетті. Ал қышқыл қайтадан сүтке айналамайды. Демек қайтадан қалпына келмейді. Осы екі мысалдың ішінен химия дегеніміз не? Осыны анықтап, анықтамасын жазып ойлап табайық. Бұл жақта анықтама: химия дегеніміз заттың қалпына келмейтін, басқа затқа айналуын зерттейтін ғылым саласы екен. Қайталап сөйлемін жіктеп оқиық. Заттың қалпына келмейтін деген түсінікті ғой, яғни газ қайтадан ағаш боламайды, қышқыл қайтадан сүт боламайды дейді. Заттың қалпына келмейтін, басқа затқа айналуын, яғни А затына ұқсамайтын В заты пайда болады дейді. Басқа затқа айналуын зерттейтін ғылым саласын химия деп атайды екен. Оған бұлай ұзақ тоқталып, мида ашытып, уақыт алудың қажеті жоқ деген ойдамын, түсінікті болды деген ойдамын. Яғни химия дегеніміз, ол былай айтқанда белгілі заттан басқа затты алу ғой. Түсінікті ғой, Енді тестте былай келіп жатуы мүмкін, химиядағы негізгі ұғым деп келуі мүмкін. Яғни химиядағы негізгі ұғым деген сөз, ол химия пәніндегі ең көп қолданатын сөз. Ол бізде не? Ол бізде зат. Яғни химия пәнінде, химия саласында ең көп қолданатын сөз ол зат екен. Ал енді зат дегеніміз не? Оған тоқтала кетейік. Біз бұл жақта тек қана заттың анықтамасын білсек болды. Зат дегеніміз мінекей тақтада шықты. Зат деген денелерді құраушылар. Түсінікті ма? Тақтадағы анықтаманы видеоны паузаға қойып жазып алайық. Түсінікті болды деген ойдамын. Соңғы екі бөлігін қайталап кетейін. Химиядағы негізгі ұғым зат. Негізгі ұғым деген ол химиядағы көп қолданатын сөз. Ал зат дегеніміз не? Зат деген денелерді құраушылар. Мінекей. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі, заттың қасиеті дегеніміз не? Бұған тоқтала кетейік. Мынау тақтада шыққан бізде қант. Яғни мынау қант. Алғашқы суреттегі бұл қант. Екінші, мынау бізде тұз. Осы екеуіне жеке-жеке тоқталып шығайын. Ең алдымен мен бұлай тоқталып кетейін. Қанттың дәмі қандай? Қант бізде тәтті, Қант бізде тәтті. Ал тұз бізде қандай болады? Ащы болады. Ащы болады. Екінші, қант және тұз. Екеуінің пішініне тоқталайын. Яғни екеуі де ұнтақ болып келеді. Екеуі де майда, немесе ғылыми тілде ұнтақ дей салайық. Екеуі де ұнтақ болып келеді. Одан кейін үшінші, екеуінің түсіне тоқталайын. Екеуі де ақ түсті. Қант та, тұз да бізде ақ түсті болып келеді екен. Яғни мынау ашты және тәтті деген оның дәмі, ал ұнтақ деген оның пішіні, ал ақ деген ол екі заттың түсі. Енді осы заңдылықтан біз анықтама ойлап табайық. Жалпы мынау заттың қасиеті дегеніміз не? Байқасақ, бұл жақта екінші бөлігі, яғни екінші сипаттамасы ұқсайды, яғни екі заттың
пішіні ұқсайды екен, екеуі де ұнтақ. Және үшінші сипаттамасы келеді, екеуі де ақ түсті болады. Яғни екінші, үшінші сипаттамасы келеді, ал дәмі екеуінің дәмі екі бөлек екен, ұқсамайды екен. Міне осы тақтадағы мысалды мен заттың қасиеті деп атаймын. Анықтаманы айта кететін болсақ, заттың қасиеті дегеніміз не десек, бұл жақта анықтама заттың ұқсастығы мен айырмашылығы деп айтсақ болады екен. Қайталап айтам, мынау мысал бойынша заттың қасиеті деген ол заттың келесі бір заттан айырмашылығы немесе ұқсастығы. Түсінікті ғой? Яқта ұқсастығы ол жаңа пішін мен түсі болатын, ал айырмашылығы ол дәмі болатын. Бұл өзгешелігі деп те айтсақ болады. Демек, анықтама заттың қасиеті дегеніміз заттың келесі бір заттан айырмашылығы немесе ұқсастығы. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Так, енді келесі заттың қасиетіне не жатады дейді. Жеке-жеке тоқталып шығайық. Заттың қасиетіне ол заттың тығыздығы жатады, оның түсі жатады, иісі жатады, ергіштігі жатады, тоқ өткізгіштігі, жылу өткізгіштігі, дәмі, қаттылығы, балқу қайнау шамасы және оның пішіні жатады екен. Яғни тақтада шыққан 10 сипаттама ол заттың қасиетіне жатады. Ал заттың қасиетін не екендігін мен жаңа алдыңғы бөлікте айтып кеткен болатынмын. Түсінікті ғой? Видеоны паузаға қойып жазып алайық. Енді келесі зат қаншаға бөлінеді дейді. Зат қаншаға бөлінеді дейді. Мен бұл жақта былай жазам. Зат ол екіге бөлінеді. Зат екіге бөлінеді. Қандай? Таза және екінші қоспа. Қоспа өз кезегінде екіге бөлінеді. Ол гомогенді, и екінші гетерогенді. Екеуін қазақша атына жазып шығайын. Гомогеннің қазақша аты біртекті, ал мынаның басқаша аты әртекті. Мінекей, түсінікті ма? Зат екіге бөлінеді екен. Таза және қоспа. Қоспа да екіге бөлінеді екен, гомогенді және гетерогенді, және жақшаның ішіне мен екеуінің қазақша атын жазып қойдым, ал үстінде ол ғылыми атауы. Қазір осыған жеке-жеке тоқталып шығатын боламыз. Ендігі мәселе, таза зат дегеніміз не дейді? Таза зат дегеніміз не? Ол үшін мен ғана тақтаны тазалап алайын. Біз видеоны паузаға қойып, мынаны жазып алайық. Так, бұл бізде мына жақта болатын. Таза зат дегеніміз не дейді? Таза зат деген анықтамасы мінекей шықты, ешқандай қоспасыз зат. Оған не жатады? Мысалы, кез келген металл, мыс, алюминий, цинк, күміс, кез келген металл бос күйінде, бос күйі деген жалғыз өзі деген сөз. Кез келген металл бос күйінде таза затқа жатады. Түсінікті ғой, түсінікті болды деген ойдан. Мен бұны айтудың қажеті жоқ деп те ойлаймын. Оны кезінде физикадан да, биологиядан да, химиядан да өткен болар мұғалім. Енді қоспа деген не? Қоспа деген екі немесе одан да көп заттың қосындысы. Немесе анықтама бойынша бірнеше заттың қосындысы деп айтсақ та болады. Оған не жатады? Мысалы, ауаның өзі қоспаға жатады. Неге? Себебі ауада бізде оттегі болады, ауада азот газы болады, және ауада СО2 газы болады екен. Яғни мынау үшеуінің көмегімен бізде ауада тепе-теңдік сақталады. Сөйтіп, үш заттың, үш газның қосындысынан бізде ауа жаңағыдай шексіз болады екен. Демек, ауада қоспаға жатады. Неге? Себебі бұның ішінде үш газ белгілі. Құм да қоспаға жатады. Себебі құмның ішінде бізде неше түрлі жаңа қосынды болады, неше түрлі қоспа болады деген сияқты. Оның ішінде тас та болуы мүмкін деген сияқты. Тағы қоспаға сумен мысалы не жатады? Сумен құм жатады. Екі заттың қосындысы. Сумен чай ұнтағы жатады қоспаға. Тағы не? Құммен
құм мен ағаш ұнтағыға жатады деген сияқты. Бұлай түсінікті болды деген ойда ме? Таза зат деген өз ғана, заттың өз ғана. Ал қоспа деген екі немесе одан да көп заттың қосындысынан пайда болған зат. Ендеше бұл түсінікті болса, келесі бөлікке көшейік. Келесі бөлікте не айтамыз? Гомогенді қоспа дегеніміз не дейді? Гомогенді қоспа дегеніміз не? Осыған тоқтала кетейік. Ең алғашқы мысалда біз не байқадық? Яғни алғашқы мысалымызда бізде шынының ішінде су белгілі екен, мынау екінші қант белгілі. Су мен қант екеуін қосатын болсам, мына жақта не пайда болады бізде? Мына жақта ерітінді пайда болады. Ерітінді дегеніміз не? Яғни қант мына судың ішінде не істеп кетеді? Көзге көрінбейтін деңгейде қосылып, жойылып кетеді. Екінші мысал, су мен тұзды алайық. Мінекей. Мына жақта алғашқы біз шынының ішінде су, екінші ол тұз. Екеуін қосқанда тағы ерітінді пайда болады. Яғни тұз сумен қосылып кетеді де, судың ішінде көрінбей қалады. Яғни онымен бұлай жойылып қосылды деп айтсақ болады. Үшінші мысалда, су мен этанол десек болады. Екені су, мынау екінші құтының ішіндегі сұйықтық ол этанол. Этанол дегеніміз не деп пока түсінбей жатсақ, оны былай жаза кетейін. Қазақша атауын ол спирт деп аталады, басқаша. Так, осы кезде де бізде не пайда болады? Ерітінді пайда болады. Ал тақтадан не байқадық мына жақта? Тақтадан не байқадық? Байқасақ, ең алғашқы мысалда, яғни су мен қант дедік, су мен қантты қостым, мына жақта бізде стакан ішінде ерітінді пайда болды. Ендігі мәселе, мына жақта стакан жоқ екен, бізге бұл стаканды әкеліп, маған алмат мынаның ішінде қант болуы мүмкін ба, әлде мүмкін емес па десе, мен нақты жауабын айта алмаймын, Себебі қант не істейді? Қант стакан ішінде жойылып кетті. Мен оның дәмін татпайынша көзбен байқай алмаймын. Дәл сондай екінші мысалда да осындай. Яғни стакан ішіндегі тұзды, стакан ішіндегі тұзды мен байқай алмаймын, себебі ол сұйықтыққа айналып кетті сумен қосылып. Оның дәмін татып, былай қышқылдығын байқамайынша мен көзбен оны байқап айта алмаймын. Дәл сондай үшінші мысалда да. Үшінші мысалда мен көзбен байқай алмаймын, тек қана былай дәмінен де байқауға болады. Демек, бұл жақта үш мысалда да екі зат қосылған, біз көзбен тек қана қанша затты байқайды екенбіз, тек қана бір затты байқайды екенбіз. Ол қай зат? Ол бізде су екен. Түсінікті ғой, гомогенді дегеніміз осы. Яғни біз ол заттың ішіне 3, 5, 6, 7 зат қосуымыз мүмкін. Қанша зат қоссақ та, біз тек қана көзбен бір затты байқайтын болсақ, ол гомогенді деген сөз. Түсінікті ғой? Себебі гомогендінің қазақша атынан да байқасақ болады ғой. Гомогендінің қазақша аты қандай деп жаздым мен бағана? Гомогенді тең немесе басқаша аты бір текті. Не үшін екі текті емес, не үшін үш текті емес? Себебі ішіндегі біздің көзімізге байқалатын заттың санын сипаттап жазып қойған ғой қазақша аты. Түсінікті болды деген ойдам, Тағы мысал ойлап табайын. Мысалы не болады? Так, не болуы мүмкін? Ауа болады мысалы. Ауа гомогенді қоспаға жатады. Неге? Ауаның ішіне бағана айтып кеттім. Азот болады, оттегі болады, SO2 газ болады. Бұл үш газ болғанмен де біз ауадан мына жақта азот, мына жақта оттек, мына жақта SO2 деп көзбен байқай алмаймыз ғой, Біз тек қана ауаны сеземіз. Демек, үш қоспа болғанмен біз тек қана ауаны сезеді екенбіз. Бұл да гомогенді қоспаға жатады. Түсінікті болды деген ойдам. Тағы тұз бен қант. Екі заттың қоспасы, мен бұны көзбен, яғни тұз бен қантты қосқанда, мен көзіме байқалған жағдайда, мен либо бұны тұз деп айту мүмкін, немесе қант деп айту мүмкін. Оның дәмін татпайынша. Демек, екі зат қосылды, мен тек қана қанша затты байқадым, тек қана бір затты байқадым. Сол үшін қазақша аты осылай жазылады екен. Түсінікті ғой, максималды жеткіздім деп ойлаймын. Түсінікті болып жатса, астына ойымызды жаза кетейік, жоқ деген сияқты. Немесе смайликпен жеткізейік, ағай күшті болды, от деген сияқты. Енді екінші.
мына жаққа да жазып қойып қоймын. Гомогенді қоспа дегеніміз не? Енді анықтаманы мен айта кетейін. Гомогенді қоспа дегеніміз ол бірнеше заттың қосындысынан тек бір заттың көрінетін қоспаның бөлшегі. Мінекей тақтаға жазып қойдым оның анықтамасын. Түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны паузаға қойып, анықтаманы жазып алайық. Енді келесі мен неге тоқталамын? Әртекті, яғни гетерогенді қоспаға тоқталамын. Алғашқы мысал су мен құм. Су мен екінші зат ол құм екен. Су мен құмды қосты. Мына жақта былай, мынау таңбаны қоя саламын. Мына таңба не екенін білеміз ғой, бұл тұнба деген таңба. Тұнба деген таңба. Мінекей, тұнба, яғни құм, мынау судың астыңғы жағында шөгіп қалады. Түсінікті ғой? Екінші мысал су мен май. Су мен майды қосатын болса, мінекей, мына судың бетінде май бүйтіп қалқып қалады. Бұл құм сияқты судың түбіне шөкпейді. Неге? Себебі майдың тығыздығы судан жеңіл. Сол үшін судың бетіне шығып кетеді. Ал құмның тығыздығы судан үлкен, сол үшін астынан түсіп кетеді. Яғни бұл жақта бізде не пайда болады? Бұл жақта бізде тұнба деп айта алмаймын, жай ғана зат қоспа пайда болады екен ғой. Енді не байқадық? Екі мысалдан да мына жақта мысалы екі заттың қосындысы, мен көзбен дәмін татпай-ақ екі затты байқай аламын. Мінекей, мына жақта су, ал астында құм деп. Яғни көзге байқалады да, бұл дәмін татудың қажеті жоқ, былай анықтаудың қажеті жоқ, көзбен байқалады. Екінші қоспада мінекей су және май, екі заттың қосындысы, мен екеуін де байқай аламын. Мінекей, астыңғы жағында су белгілі, үстіңгі жағында шикі май, немесе жай ғана май деп айтсақ болады. Май белгілі. Көзбен байқалаймын. Ешқандай да былай қосымша анықтаудың қажеті жоқ. Демек, бұл қандай қоспа? Енді анықтама қандай болуы мүмкін? Анықтама қанша зат болса да, сонша зат көзге көрінсе, демек ол әртекті қоспа деп аталады. Түсінікті ғой? Мінекей, анықтама тақтаға шықты. Қазақша атын біз білеміз. Әртекті. Түсінікті болды деген ойдамын. Қиын болған жоқ деген ойдамын. Видеоны паузаға қойып жазып алайық. Так, енді бөлу жолына тоқталам. Оға дейін, маяқта не өттік? Қайталап шығайық. Алдымен химия деген не, соған тоқталып кеттік. Химия дегеніміз анықтамасы белгілі заттың қайта қалпына келмейтін басқа затқа айналуын зерттейтін ғылым саласы. Зат деген не екенін өттік. Заттың қасиетін айттық, қасиетіне не жатады, соны да айттық. Және зат қаншаға бөлінеді, оны да айттық. Жеке-жеке тоқталып шықтық, қоспаға да жеке-жеке тоқталып шықтық. Мысал бойынша анықтаманы жазып шықтық. Енді кезек неде? Қоспаларды бөлу жолына келдік. Қоспаны бөлу жолы екіге бөлінеді. Ол гомогенді қоспаны бөлу жолы, гомогенді. Және екінші қандай қоспа еді бізде? Гетерогенді қоспаны бөлу жолы. Гомогенді қоспаны бөлу жолына не жатады? Біздің жазып жаттап алайық. Бұл айдау және дистелдеу. Немесе дистелдеу. Екінші булану и кристалдау. Одан кейін мынаған не жатады? Сүзу, магнитпен бөлу и үшінші тұндыру. Мінекей. Видеоны паузаға қойып жазалайық. Бұл не? Бұл бағана айтып кеткен қоспаларды бөлу жолы. Қоспаны неге бөледі? Қоспа адамзатқа негізі қатты пайдалы емес. Адамға ол қоспаның ішіндегі өзіне қажетті затты бөліп алған тиімді. Сол үшін қоспаны бөліп, өзіне қажетті затты адамзат алады. Шикізат қой бұл айтқаны. Түсінікті ғой? Енді жеке-жеке тоқталып шығайық. Оңайынан басайық. Мінекей, ең алдымен сүзу деген әдіске тоқтала кетейін.
Сүзу деген не екендігін түсінікті деп ойлаймын. Сүзу дегеніміз, мысалы, үйге қолдың сүтін әкелген кезде, домашний сүт дейді ғой, қолдың сүтін әкелген кезде оны қайнатпай жатып алдымен сүзіп алады. Яғни мынандай сүзгіш болушы еді ғой, қасық секілді. Былай, осындай сүзгіш болушы еді ғой. Сол сүзгіштің көмегімен сүтті сүзіп алады. Неге? Себебі ішіндегі, яғни сүтті ішіндегі қоспадан бөліп алу үшін. Тастан бөліп алады, құмнан, ішінде бір қоспалар болады ғой. Яғни сүзу дегеніміз не дейтін болса, мен диктовать етемін, жазып алайық. Сүзу дегеніміз сүзгіштің көмегімен бөгде затты бөліп алу жолы. Мен анықтаманы жаза кетейін. Сүзу дегеніміз сүзгіштің көмегімен бөгде затты бажы деп қоямын, бөлу жолы. Сүзгіштің көмегімен бөгде затты бөлу жолы. Бөгде деген қоспа деген сөз ғой. Қоспа деген сөздің синонимі. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Бұны негізі айтудың да қажеті жоқ. Біз білеміз кішкентай кезімізде. Магнитпен бөлу дейді. Бұған тоқтала кетейін. Мысалы, мына жақта бізде құм деп елестетейік. Дәл көз алдымызда құм деп елестетейік. Және ол құмға келіп, мысалы, 50 демек қойын енді. 30 шақты шеге төгіліп кетті дейікші. 30 шақты шеге құлап кетті. Ендігі мәселе, яғни екеуі қосылып кетті. Құмның ішінде шеге, майда шеге. Екеуі қосылып қоспа болып кетті. Менің міндетім шегені бөліп алу. Осы кезде жай ғана магнитті былай жақындатам. Шеге магнитке жабысып қалады, ал құм өзі бөлек қалады. Мына магнитпен бөлу деген осы екен. Түсінікті ма? Магнитпен нені бөле аламыз? Магнитпен біз тек қана металды бөле аламыз. Жазып қойын. Магнитпен бөлу дегеніміз магниттің көмегімен металды бөліп алу жолы. Магниттің көмегімен металды бөліп алу жолы. Бейметалды, басқа затты бөлмей, тек қана металды бөледі. Металдың өзінде белсенді металдарды бөліп алады магнит. Үшінші, түсінікті болды, магнитпен бөлу. Үшінші не дейді? Үшінші тұндырғы дейді. Бұл не? Бағана айтып кеткен зат, яғни стакан ішіне су болатын болса, бұның ішіне құмды салатын болсам, құм 2-3 минуттың ішінде, немесе 5 минуттың ішінде судың түбінде шөгіп қалады. Бағанағы мысал сияқты. Неге? Себебі құмның тығыздығы судан көп, яғни судан тығыздығы көп болғандықтан кейін судың түбіне түсіп кетеді. Мінекей, осы әдісті біз не деп атайды екенбіз? Осы әдісті тұндыру деп атаймыз. Оған адамның қатысы жоқ. Бұл өздігінен болатын құбылыс. Яғни бұған біз қатыспаймыз. Құм суға түссе, яғни суға құмды саса, құм өзі-ақ судың түбіне шөгіп кетеді. Демек, анықтама не деп жазам? Үшінші, тұндыру дегеніміз ол адамның қатысынсыз жүзеге асатын құбылыс. Адамның қатысынсыз жүзеге асатын құбылыс. Келесі, біз әртекті қоспаны бөлу жолына тоқталып шықтық, жеке-жеке түсінікті болды деген ойдамын. Енді гомогендіге тоқталайық. Айдау. Ең алғашқы жолы айдау. Бұны мен енді айтатын болсам, негізі ол қажет жоқ, өте үлкен, ұзын құбылыс. Біз жай ғана анықтамасын білсек болды. Айдау дегеніміз ұшқыш сутек атомын бөлу жолы. Яғни айдау дегеніміз не дегенде жай ғана айтып қойса, айдау дегеніміз ұшқыш сутек атомын бөлу жолы деп айтамыз и болды. Одан басқа ешқандай да нәрсе қажеті жоқ. Так, айдау түсінікті. Екінші, дистелдеу. Дистелдеу дегенімізден соған тоқтала кетейік. Дистелдеу анықтама тамшылатудың көмегімен таза су жинау.
яғни дистиллеу дегеніміз тамшылатудың көмегімен таза су жинау. Бұны да жаттап алайық. Келесі булану. Булану және кристалдау екеуі былай айтқанда сатылы бөліну жолы, яғни екеуі тығыз байланысты. Бұған қалай тоқталамыз? Булану дегеніміз не? Мысалы, стакан ішінде су болатын болса, мен оған алып тұзды қостым. Тұз қатты етін, ол басында қатты болды. Суға енгенде бұл сұйық болып кетті. Менің міндетім сұйық тұздан қайттан қатты тұзды алу ғой. Ол үшін мен стакандағы сұйықтықты қайнатам. Қайнатам. Қайнаған жағдайда таза су буланып үшіп кетеді. Сосын не қалады? Стаканның түбінде сұйық күйде тұз қалып қалады. Енді бұны мен екінші әдіске салам ғой, кристалдау деген әдіске. Ол жаңағыдай тоңазытқыш сияқты зат болады, соған салады, жаңа пайда болған сұйықтықты, сөйтіп белгілі уақыттан кейін ол қатып қалады. Сөйтіп біз қайттан қатты күйдегі тұзды аламыз. Түсінікті ғой? Мінекей мынау сонымен булану, кристалдау деген әдісі. Яғни булану дегеніміз не десе, біз айтамыз, суды қайнатудың көмегімен суды бу күйінде алу. Қайдалап айтамын? Булану дегеніміз суды қайнатудың көмегімен суды бу күйінде алу. Ал енді екінші әдісі кристалдау дегеніміз не десе, жай ғана былай жазып қойық. Ол сұйық заттан қатты затты алу. Түсінікті болды деген ойдамын. Мінекей, бүгін біз 7-ші сыныптың 2-ші бөлігіне тоқталып шықтық түгелдей. Сабақ ұнады деген ойдамын. Сабақ ұнаған болса, өз ойымызды жаза кетейік. Сабақ қалай болды? Мен жеткізе алдым ба мәліметті толық? Түсінікті болды ма? Түсінікті болмады ма? 10 шкалалық балдан қанша шкаланы бүгінгі сабаққа ұсынатын немесе бағалайтын едік, соны жаза кетейік. Ал келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.